Бас иіп тағзым етеміз Алаштың арыстарына дегендей, бүгін саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алуға арналған көрме ұйымдастырылды. 31 мамыр қуғын-сүргіннің құрбандарын еске алу күні. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген демекші, қазақ халқының басына не бір қиын зұлмат күндер өткен. Қазақ халқы бұл дүниеде не көрмеді? Қазақстандағы тұңғыш репрессия 1928 жылдан басталды. Өйткені 1925 жылы Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып келген Голощекин республиканың саяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайымен танысқаннан кейін Қазақстанға ұлы Қазан революциясының ешқандай ықпалы болмады. Әдебиет пен тарих тығыз байланысты. Тарих сахнасындағы кез келген көріністер әдебиетте көркем сөзге, құнды шығармаға айналады. Оқырман танымын арттырып, эстетикалық ләззатқа бөлейді. Тарих тағылымын суреттеу нағыз қаламгердің ғана қолынан келеді. Шебер жазушы ғана тарихты көркем сөзге айландырып, өшпес мұра қалдыра алады. Кеңестік дәуір идеологиясының, коммунистік тәртіптің жеке басқа табынушылық пен репрессия құрбаны болған Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров халық жауы атанып, атылып кетті. Жазықсыз жапа шеккен қаламгерлеріміз еліміз тәуелсіздік алған жылы ғана ақталып, туындылары ұлттық әдебиетіміздің алтын қорына енді.